Соңғы 10 жыл ішінде Болат Өтемұратов қоры денсаулық сақтау, білім беру және инфрақұрылым салаларындағы қайырымдылық жобаларға 233 миллион ақш долларынан астам қаражат салды. Қордың алғашқы және басты бағыттарының бірі аутизмі бар балаларға көмек көрсету болды. Қазақстанның 12 қаласында ашылған Асыл Мирас мамандандырылған орталықтары диагностика, оқыту бағдарламалары мен отбасыларға қолдау көрсетіп, балалардың қоғамға бейімделуіне көмектеседі. Осы жылдар ішінде 16 мыңнан астам бала орталықтарда оқудан өтті. Олардың дағдылары 2 есеге жақсарды. 2020 жылы қор Алматыдағы ботаникалық бақты ауқымды қайта құру жобасын жүзеге асырды. Жобаның бюджеті шамамен 12 миллион долларды құрады. 174 мың өсімдік отырғызылып, суару жүйесі жаңартылып, келушілерге ыңғайлы болу үшін жолдар мен сүрлеулер салынды және жөнделді. Қор дағдарыс сәттерінде де өмірлік маңызы бар көмек көрсетеді. 2024 жылдың көктемінде су тасқынынан зардап шеккендерге көмек ретінде 25 миллион доллардан астам қаражат бөлінді. 400-ден астам отбасы үшін тұрғын үйлер салынды және сатып алынды. Сонымен қатар қор Қостанай облысында инсульт орталығын құрып, толықтай жабдықтады. Ми-қан айналымы бұзылуын диагностикалауға арналған жоғары технологиялы жабдықтар сатып алынды. Орталық облыс орталығынан алыс аудандарда тұратын 100 мың адамға жедел көмек көрсетуге мүмкіндік береді. Бөлек атап өтуге лайықты жоба 2018 жылдан бері жүзеге асырылып келе жатқан бала мекен бағдарламасы. Бұл мұқтаж отбасыларды тұрғын үймен қамтамасыз ету жобасы. Осы жылдар ішінде қор Астана әкімдігіне 500 пәтер беріп, Қызылорда, Мырзакент және Арыста көп балалы және аз қамтылған отбасыларға арналған 390 үй мен пәтер салды. Жобаға жалпы 55,8 миллион ақш доллары бөлінді. Әрі инфрақұрылымдық жобалардың бірі Қызылордадағы Қорқыт Ата әуе жайының жаңа терминалы. Ол жергілікті билікке тапсырылды. Аумағы 7,5 мың шаршы метр. Жаңа терминал әуе жайдың өткізу қабілетін 7 есеге, жылына 2 миллион жолаушыға дейін арттырып, көлік қолжетімділігін жақсартады және инвестициялар мен туристерді тарту үшін жаңа мүмкіндіктер ашады. Бұл терминалды салуға Болат Өтемұратов қоры 35 миллион доллар бөлді. Тағы бір маңызды жоба. 8,5 шаршы метр аумағы бар, 1000 адамға арналған қоғамдық комьюнити орталық. Ол Қосшыда 2025 жылдың наурыз айында ашылды. Орталықта спорт, білім және демалыс алаңдары бар. Кинотеатр, дәрісхана, көрме және конференц залдар, студиялар, коворкинг, кітапхана. Білім, ертеңгі күнге инвестиция. Біз әр баланың әлеуетіне сенеміз. 2023 жылы Қосшыда, Ақмола облысы, 1500 бала оқитын заманауи мектеп салынды және қалаға тапсырылды. 2024 жылы Есік және Шелек ауылдарында 2000 оқушыға арналған 2 жаңа мектеп салынды. Сондай-ақ балалардың көш басшылық қабілеттері мен экологиялық ойлауын дамытатын Жас лидер академиясы және Жасыл мектеп бағдарламалары табысты жұмыс істеуде. Болат Өтемұратов қоры бұл жай ғана көмек емес. Бұл біз бірге жасайтын жарқын болашаққа апарар жол.